Микрокредит алып, оны төлеу мерзімін өткізіп алғандарға пайдалы кеңес. Егер кредит бойынша кезекті төлемдерді өткізіп алған немесе таяу уақытта қарыз шарты бойынша міндеттемелерді орындауға мүмкіндік болмайтын жағдай туындаса, қарыз алушы не істеу қажет? Осы сұрақтарға жауап айтатын боламын. Соңына дейін қараңыздар. Микрокредит бойынша мерзімін өткізіп алған қарыз алушыларға не жөнінде білу қажет? Микроқаржы ұйымдарында мерзімі өткен берешекті реттеу рәсімі микроқаржылық қызмет туралы заңның 9.2 бабына сәйкес жүргізіледі. Онда мерзімі өтудің болуы жөнінде хабардар етудің мерзімдері, борышкермен өзара іс-қимыл тәртібінің, берешек туралы дауды шешу тәсілдерінің белгілі бір тәртібі көзделген. Қалай болғанда да микроқаржы ұйымы қарыз алушыға ол күтпеген жағдай болмас үшін оған төлем мерзімі өткені туралы әрдайым хабарлауға міндетті. Бұл хабарламада мынандай ақпарат болуға тиіс. Бірінші, хабарламада көрсетілген күнге мерзімі өткен берешектің мөлшерін көрсете отырып, микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемені орындау бойынша мерзімін өткізіп алудың пайда болу және төмендер енгізу қажеттілігі туралы. Екінші, қарыз алушы және жеке тұлғаның микрокредит беру туралы шарт бойынша микроқаржы ұйымына жүгіну құқығы туралы. Үшінші, қарыз алушының микрокредит беру туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауының салдары туралы. Бұл барлық микроқаржы ұйымы үшін міндетті. Оның мәні борышкердің қаржылық жағдайын жақсарту мақсатында қиын жағдайдан шығудың әртүрлі нұсқаларын қарастыру болып табылады. Егер бұрын микроқаржы ұйымы қарыз алушылардың төлем мерзімін кейінге қалдыру немесе төлемді өтеудің жаңа кестесін беру туралы ұсыныстарын елемеген болса, енді заңда сотқа дейінгі реттеудің міндетті рәсімі белгіленген. Оны микроқаржы ұйымы орындауға міндетті. Қарыз алушы мен микроқаржы ұйымның арасында берешек туралы дауды реттеу тәсілдері туралы болмағаннан кейін ғана микроқаржы ұйымы сот арқылы борышты мәжбүрлеп өндіріп алу рәсіміне кірісуге құқылы. Екінші, жұмыс барысында кездесуге тура келетін таралған кейстер қандай? Микроқаржы ұйымның міндеттеріне қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау функциялары кірмейді. Бірақ егер азаматтардың қауымдастыққа жасаған барлық өтініштерін талдайтын болсақ, онда бірінші кезекте қарыз алушылар бізге өмірлік қиын жағдайларына байланысты төлем мерзімін кейінге қалдыруға жәрдемдесу туралы өтінішпен жүгінген. Мұндай жағдайларда біз қарыз алушыларға микроқаржылық қызмет туралы заң бойынша олардың құқықтарын түсіндіруге көмектестік. Оларды микроқаржы ұйымымен байланыстырдық. Жақында айтпақшы заңға түзетулер енгізіледі. Оған сәйкес мұндай дауларды шешу үшін микроқаржы ұйымы мен қарыз алушылар арасындағы берешек туралы барлық дауларды қарайтын және микроқаржы ұйымдары орындауға міндетті шешімдер шығаратын микроқаржы институты құралады. Мен соңғы кейспен бөлсемін. Микроқаржы ұйымы қарыз алушының әкесі бізге ұлының ауыр науқасына байланысты кредит бойынша төлем мерзімін кейінге қалдыру туралы өтінішпен жүгінді. Әкесі ұлының қай микроқаржы ұйымында қарызы бар екенін және қандай мөлшерде екенін білмеді. Барлық жағдайларды анықтағаннан кейін біз барлық ақпаратты тауып, қарыз алушының әкесіне көмектесе алдық. Клиенттердің ата-аналары немесе жақын туыстары өздерінің туғандарына қарыз беруге тыйым салуды белгілеу өтінішімен жиі жүгінеді. Бұл клиенттер көбіне құмар ойындар ойнайды, өз отбасыларын ауыр материалдық жағдайға қалдырып, онлайн кредиттер алады және ол қаражаттың барлығын тағы да ұттырады. Өкінішке қарай құмар ойынға деген тәуелдік біздің азаматтардың көбінің өмірлері мен отбасыларын ойрандайды. Туыстары өтініш жасағаннан кейін біз кейбір жағдайда берешек туралы дауларды шешу шеңберінде микроқаржы ұйыммен өзара іс-қимыл мәселелерінде жәрдем көрсеттік. Үшінші, соңғы уақытта әлеуметтік желілерде мерзімі өткен төлемдерді реттеуге көмектесетін делдалдардан хабарландыруды жиі кездестіруге болады. Бұл қаншалықты заңды?
Интернет кеңістігінде түрлі кеңесшілер, сарапшылар, көмекшілер деп атайтындар жетерлік. Олар сыйақы үшін қарыз алушыларға, микроқаржы ұйымымен мәселені шешуге және қарызды кейінге қалдыруға немесе есептен шығаруға қол жеткізетіндеріне уәде береді. Негізі олар аңғал азаматтарды алдап, оларды одан сайын борыш қақпанына түсіреді. Көмекшілердің осы қызметтеріне беретін ақшаны борышты өтеуге жұмсаған дұрыс екендігін не келісесіз ғой. Оның үстіне микроқаржы ұйымы қарыз алушының кредит бойынша мерзімін кейінге қалдыру немесе жаңа кесте ұсыну бойынша өтінішін тегін қарауға міндетті. Қарыз алушы қарыз бойынша мерзімді кейінге қалдыру туралы мәселені тегін тікелей микроқаржы ұйыммен шеше алатын жағдайда түрлі көмекшілер мен делдалдарға ақы төлеудің қажеті не деген сауал туындайды. Осыған қоса микроқаржы ұйымы қарыз алушының берешек туралы дауын реттеу туралы ұсынысын қараудан бас тартуға құқылы емес. Адам күрделі қаржылық жағдайда тап болып отырғанымен қоса түрлі делдалдар пайда болып, мәселені шешу бойынша күмәнді қызметтерді ұсынып, оның қаржылық жағдайын ушықтыра түседі. Мұндай көмекшілер борышкерлердің жағдайын одан әрі нашарлатып, өзге адамдардың қиындықтарын пайда көру көздейді. Сондықтан егер де мерзімі өткен берешек туындаған болса, мәселені шешудің түрлі нұсқалары мен жолдарын ұсына отырып, тікелей микроқаржы ұйымға жүгінуге ұсыныс береміз. Қарыздар бойынша мерзімнің өтуіне жол бермеу үшін азаматтарға қандай кеңес бере аласыз? Бұл төртінші. Қарапайым кеңесіміз микроқаржы ұйымға жүгінбес бұрын өз қаржылық мүмкіндіктеріңізді әрқашан бағалай біліңіз керек және қарызды қайтармау салдарын түсінуіңіз керек. Кредиттер ешқашан ақысыз болған емес және қызмет көрсету үшін әрқашанда пайыздар алынады. Ал егер мерзімді өткізіп алсаңыз, пайызыңыздың үстіне өсімпұл есептеліп кредиттік тарих бұзылады. Сонымен қатар, сот арқылы мәжбүрлеп өндіріп алу үрдісінде борышкерге шектеулер қойылып, борыш сомасы сот шешімі бойынша сот орындаушылары арқылы өндіріледі. Түрлі көмекшілер мен делдалдарға сенбеңіз. Олардың мақсаты микроқаржы ұйымының тегін беретін қызметі үшін сізден ақы алу. Өз қаржылық сауаттылығыңызды арттырыңыз. Ақпараттың пайдалы болса, арнаға жазылып, лайк басып қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.